Саламатсыздарбы құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен 5-ші сыныптың математика сабағынан натурал сандар және нөл деген тақырыпқа сәйкес есептердің шығарту жолдарын түсіндіріп көрсетіп беретін боламын. Екінші есептен бастайтын боламыз. Екінші есепте мына берілген кестеде сандарды оқып және разрядтар және класстар кестесіне сәйкес оқып жазылу түрін көрсетіп беретін боламыз. Мына жерде класстар берілген. Мына қатарда бірліктер класы, яғни 3 таңбалы сандар, 1 таңбалы, 2 таңбалы, 3 таңбалы сандарды біз бірліктер класы деп қарастырады екенбіз. Кейінгісі 4 және 5 және 6 таңбалы сандарды, яғни мыңдықтар деп оқиды екенбіз. Яғни мыңдықтар класына жатқызамыз. Миллиондар класына 7, 8, 9 таңбалы сандарды айтады екенбіз. Миллиардтар, яғни миллиард деп 10 таңбалы болса, 11 таңбалы болса және 12 таңбалы сандар болса, оны біз миллиардтар класына жатқызады екенбіз. Келесі 13, 14, 15 таңбалы сандар болса, біз оны триллиондар класына кіргізеді екенбіз. Ал енді мына астында берілген сандарды оқып шығамыз. Мына жерде разрядтарда жазылған, оқып бір рет көріп шықсаңдар болады. Мысалы, бірліктер класына бірліктер, ондықтар, жүздіктер кіреді екен. Мыңдықтар класына бірлік мыңдықтар, ондық мыңдықтар, жүздік мыңдықтар кіреді екен. Енді астындағы есептерде мына 3 сан берілген, сол санмен кішкене өзімізге түсінікті болу үшін осыны оқып көреміз. Бұл жерде яғни қайсы класста орналасқан? 7 таңбалы сан. Мынау миллиондар класында орналасқан. Миллиондар класының қайсы разрядында орналасқан? Бірлік миллиондар, яғни 1 миллион, 2 миллион деп айтылатын 9-ға дейін. Яғни бірліктер қатарында орналасқан, ол дегеніміз 9 миллион 619 мың 425 деп оқимыз мына санды. Келесі санды қараймыз. Яғни бұл қайсы класста орналасқан? Ол миллиардтар класында орналасқан, яғни бұл жерде ондық миллиардтар, яғни 35 миллиард 617 миллион мыңдықтар нөлге тең, оны оқымаймыз, 927. Сонда 35 миллиард 617 миллион 927 деп оқимыз. Келесі сан, яғни үшінші ең соңғы сан, бұл қайсы класста орналасқан? Көріп тұрғандарыңдай 13 таңбалы сан болып тұр. Бұл триллиондар, триллионның, яғни бірлік разрядында тұр. Яғни 5 триллион 327 миллиард 408 миллион 614 мың деп оқимыз. Түсінікті ғой. Келесі. Келесі, мына сандарды цифрлармен жазып шығыңдар дейді. 710, яғни 710 жаза білеміз. 430 мың 60. Оны да жаза аламыз, қиын емес. Келесі есеп. Берілген сандағы 5 цифры нені білдіреді? Яғни 70 мың 563 сандағы 5 цифры нені білдіреді? 5 дегеніміз мына жерде орналасып тұр. Бұл яғни класс бойынша бірліктер класына жатады. Бірліктер класында 100-ге кіреді, яғни 100-дік разрядқа кіреді. Түсінікті ғой. Келесі, мына берілген 4 миллион 36 мың 8 деген сандағы 3, яғни мынау 3. Мынау бірліктер класы, мынау мыңдықтар класы. Мыңдықтар класындағы ондықтар разрядына кіреді, ондықтар разрядына. Түсінікті ғой. Келесі 435 миллион 72 мың 614 сандағы 0 цифры, мына жердегі 0, ол мыңдықтар класында жүздік разрядқа жатады, яғни мынау жүздік разряд. Келесі 8 миллиард 617 миллион 324 деген сандағы мыңдықтар класы неге аталмайды? Мыңдықтар класы мынау. Неге аталмайды? Себебі ол жерде 0 болғандықтан оны біз атамаймыз. Түсінікті ғой. Келесі, қандай сан разрядтық қосылғыштардың қосылғыш түрінде жазылған? Яғни мына жердегі санды біз көрсетіп беруіміз керек. Қандай сан? Мынау, яғни 9-ды 100-ге көбейтеміз, бұл 900 деген сөз. 6-ны 10-ға көбейтеміз, бұл 60, мынау 900, мынау бірлікте 5 деген сөз. 965. 965. Қандай сан разрядтық қосылғыштардың қосылғыш түрінде жазылған? Яғни 965 деген. Есептеп шығарамыз жай ғана.
5-ті 1000-ға көбейтеміз 5000, 700-ге көбейтеміз 700, 3-ті 10-ға көбейтеміз 30, оған 6-ны қосамыз. 5736. 5736. Қалғандары да солай жалғасады. Келесі оқыңдар дейді, яғни алтынсында берілген шартын. Жер экваторының ұзындығы 40.075.696 метр. Яғни біз жаңа класстармен оқып шығуымыз керек. Қандай бірінші екі цифр қандай класста орналасқан? Миллиондар классында ондық разрядтан басталады. Күннен жерге дейінгі қашықтық 149.597.900 километр. Бұл жерде де миллиондар класс берілген. Жүздік разрядпен оқылады миллион. Дәл солай қалған екеуінде оқысаңдар болады. Келесі цифрлармен жазып шығыңдар дейді. Сен бірінші сыныпқа қай жылы бардың? Сен қай жылы мектепті бітіресің? Яғни мамыр айында бітіретінді еске алып, қай жылдың мамыр айында сендер мектепті бітіресіңдер, соны жазып шығасыңдар. Яғни бұл өзіндік жұмыс. Келесі санды цифрлармен жазып, сонан соң оқыңдар дейді. Ең кіші 4 таңбалы натурал сан. Ең кіші 4 таңбалы натурал сан. Ең кіші 4 таңбалы натурал сан ол 1000 деген сөз. Ең үлкен 6 таңбалы натурал сан. Демек, ең үлкен цифрларды қолданып шығарамыз оны. Ол дегеніміз 999.999 екен. Ең үлкен 6 таңбалы сан. Келесі ең кіші 8 таңбалы натурал сан. Яғни ең кіші дегендіктен бірден басталады. Және одан кішкене 0, яғни 0 мен толықтырып шығамыз. Сегіз таңбалы болды. Оны енді оқып шығамыз. Қандай деп оқылады? 10 миллион. Яғни ең кіші 8 таңбалы натурал сан ол 10 миллион екен. Ең үлкен 7 таңбалы натурал сан. Ең үлкен дегендіктен 9 мен толтырып шығамыз соның барлығын. Және оқып шығамыз. Миллиондар классында бүліктен басталады. Разряд 9.999.999 екен. Ең үлкен 7 таңбалы натурал сан. Одан кейінгі есеп көшеміз. Мына астында берілген санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде екі тәсілмен жазыңдар. Бұл жерде үлгі көрсетілген астында, соған сәйкес келетін, үлгіге сәйкес келетін түрде жазып шығаруымыз керек. Яғни бірінші түрі 9746 дегенде 9000 қосылған 700 қосылған 40 қосылған 6. Яғни осы түрде жазып шығуымыз керек. Міне бірінші түрі 4915 дегенде біз 4000 қосылған 900 қосылған 15-тің 10-ы қосылған 5. Яғни бірлікті жеке, ондықты жеке, жүздік және мыңдықты жеке жазып шықтық. Дәл осының екінші тәсілі, яғни 4 көбейген 1000 қосылған 9 көбейген 100. Яғни 900 деген 9 көбейген 100. 10 көбейген 1 қосылған 5 деп қарастырамыз. Түсінікті ғой. Екіншісінде де 3, 4, 5, 6 барлығында дәл осы жол қолданылады. Келесі тапсырма 10-шы тапсырма. 10-шы тапсырмада 0, 1 және 9 деген цифрларды пайдаланып 3 таңбалы натурал сан. Қанша дана 3 таңбалы натурал сан жазуға болады дейді. Яғни 1, 0, 9 деп жазуға болады. Яғни 109 және 190 деп жазуға болады. 901 деп жазуға болады және 910 деп жазуға болады. Келесі 0, 3, 5 деген цифрларды пайдаланып қанша 3 таңбалы натурал сан жазуға болады дейді. Бұл жерде де 305, 350, 503, 530 деген 3 таңбалы сан жазуға болады. Натурал санның ең жоғарғы разрядын 0 цифрмен жазуға бола ма? Бұл шарт бойынша ең жоғарғы разрядын 0 цифрмен жазуға болмайды. Себебі, мысалы 0,19 деп жазсам, бұны біз 19 деп оқимыз. Бұл 3 таңбалы сан емес, 2 таңбалы сан болып қалады. Яғни бұның мәні 2 таңбалы санға тең болып қалады. Түсінікті ғой. Я болмаса 0,91 десек, бұл 91 деген 2 таңбалы санға тең болып қалады. Сондықтан бұның ең жоғарғы разрядын 0-мен жазуға болмайды. 3 таңбалы сан шықпай қалады. Сондықтан мына айтылған сұраққа жоқ, болмайды деп жауап береміз. Келесі тапсырма. Мына тұжырымдамаларының қайсысы дұрыс? Кез келген натурал саннан бірге кем натурал сан бар.
яғни нөлден басқа, яғни дұрыс емес бұл. Кез келген натурал саннан бірге кем натурал сан бар. Яғни бірден бірге кем болатын нөл шығады. Ол нөл натурал санға кірмейді. Демек, мынау дұрыс емес. Қате болып тұр. Санның ең жоғарғы разряды кез келген цифрмен жазылады. Санның ең жоғарғы разряды кез келген цифрмен жазылады. Жоқ, ондай болмайды. Нөлден басқа кез келген сан деп айтылу керек. Яғни санның ең жоғарғы разряды нөл деген цифрмен жазылмайды. Нөлден басқа кез келген санмен жазылады, цифрмен. Бірден өзге әрбір натурал саннан бірге кеп натурал сан бар. Иә, бұл анық, дұрыс бұл. Яғни мына бірінші тұжырымның қате, яғни біз бірінші тұжырымдама қате деп қарастырдық. Мынау сол тұжырымдаманың дұрыс нұсқасы. Санның ең жоғарғы разряды нөлден өзге цифрмен жазылады. Яғни мына екінші тұжырымдама қате болған, соның дұрыс нұсқасы міне мына жерде берілген. Мына екеуі қате, мына төмендегі екісі дұрыс болды. Келесі есеп. 12-ші есеп. Ұзындығы 16 метр тоқыма баудан өлшеуіш құралдарды пайдаланбай 6 метр тоқыма бауды қалай қиып алуға болады дейді. Яғни 16 метрлік тоқыма бау берілген. Міне 16 метрлік. Енді осыдан 6 метрлікті, яғни өзіміз шығартып алуымыз керек. Ешқандай өлшеуіш құралды пайдаланбай. Сызғыш дегендей, яғни метр дегендей құралдарды пайдаланбай. Бұның 16 метр екенін білеміз мына жіптің. Сол жіпті енді бүктейміз. Яғни екі ұшыны біріктіріп бүктейміз. Өзі жалпы 16 метр ғой. Бұл екеуінің екі ұшыны біріктіріп бүктейтін болсақ, екі қатарлас екі жіп пайда болады, ортасы бүкіледі. Мына жер бүкіліп, мына екеуі беттеседі былайынан келіп. Сонда мына жерде былайынан шыққан бір жіп болады. Ол 8 метр болады. Яғни мынау 8, жалпы 16 метр ғой. Оны тағы да мына бетімен мына бетті беттестіріп тағы бүктейміз. Сонда бұл 4 қабатты жіп пайда болады. Яғни мынау сияқты 4 қабатты жіп болады. Яғни теңдей беттестіреміз, сонда ол 4 метр болады. Дәл сол жіпті тағы да бүктейміз. Мына бетімен, мен мына жерін сәл жайып тастадым, негізі беттестіріп үстіне түсер, оны көз алдыларына келтірдіңдер деп ойлаймын. Тағы беттестіреміз, сол кезде бұл 1, 2, 3, 4 бет. Бұл 4-сі 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 8 дана 2 метрлік жіп болады, яғни бүктелген. Осының ішінен мына біреуіне, мынау 2, мына 3-еуін алсақ, осы жерден мына жерден қиып алсақ, 3 бүктелген жерін қиып алсақ, 2 метрліктен. Әрбір бүктелген 2 метрден болды ғой. Теңдей. Сондайдан 3-еуін санап алып, сол 3-шісін қиып алсақ, сол 3-еуі 6 метрді шығарып береді бізге. Яғни 2 метр қосылған 2 метр. 2 метрлікті шығартып аламыз. Арт жағында тағы қанша қалады? 5 дана бүктелген 5 дана 2 метрлік қалады. Түсінікті ғой. Келесі. Көп қабатты үйдегі пәтерлердің есіктері сыртындағы пәтер нөмірін көрсететін сан металдан жасалған цифрлардан құрастырылады. Егер осы үйде 120 пәтер болса, барлық пәтерлер нөмірін көрсететін сандар неше металл цифрлардан құрастырылады. Яғни үйдің нөмірлері металл цифрлармен құрастырылады. Мысалы, 10-шы пәтер деп айтылса, номер 10-шы пәтер десе, 1 және 0 деген цифр қолданылады. Яғни 2 цифр қолданып тұр. Мысалы, 111-ші пәтер десек, ол жерде 1 деген 3 дана бірдің, яғни 3 дана цифрды пайдаланып, бір пәтердің нөмірін айтып тұр. Дәл солай 120 пәтерде қанша дана цифр қолданылады деп тұр. Яғни оны есептейміз енді. 1-ден 9-ға дейін, яғни 1-ден 9-ға дейін 9 цифр қолданылады. 1, 2, 3, 4, 5, 9 пәтерге 9 цифр қолданылады. Одан кейін 10-нан бастап 99-ға дейін, яғни 10, 11 деп санаған кезде 99-ға дейін 2 таңбалы сандар қолданылады. Ол жерде 10-нан бастап 99-ға дейін қанша цифр бар, қанша сан бар? 10-нан 99-ға дейін, яғни 90 деген 90 дана сан шығады. Ол 90 сан 2 цифрдан құралған. 90 дегеніміз 9 және 0-ден. 91 дегеніміз қанша болады? 9 және 1. 10 дегеніміз 1 және 0 деген. Дәл солай
90 данасы 2 цифрдан қолданылады, сонда 180 цифр болады. Енді 100-ден бастап қанша пәтер деді? 120, яғни 120-ға дейін 3 дана цифр қолданылады, яғни бір пәтерге нөмір қою үшін. Демек, 100-ден бастап 120-ға дейін 21 дана пәтер бар. 21 пәтер әрбіреуі 3 цифрдан қолданылады. Көбейген 3 тең 63. Енді қосып шығамыз осыларды. Осы жерде барлығын қосып шығамыз. Яғни бір таңбалыдан 9 данасы, 2 таңбалыдан 180 цифр қолданылады, 3 таңбалыдан 63. Барлығын қоссақ 252 шығады. Түсінікті ғой. Келесі. Мына берілген цифрлардың барлығымен жазылатын және цифрлар қайталанбайтын. Қайталанбайтын ең үлкен санды жазыңдар дейді. Яғни ең үлкен санды жазу үшін мына берілген цифрларды қайталанбаған түрде ең үлкеннен бастап ең кішісіне қарай теріп шығамыз. 9 ең үлкен, одан кейін 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 және 0. Енді осы жерден оқу үшін біз класстарға бөліп шығамыз. Мына бірліктер, мынау мыңдықтар, мынау миллион, мынау миллиард. Яғни 9 миллиард 876 миллион 543 мың 210 деген сан екен. Ең кіші санды жазыңдар дейді. Ең кіші, яғни 0-ден басталып жазатындай жазып шығамыз. Яғни осы цифрларды пайдаланып. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни мұны да класстан бөліп шығамыз. 0-дің бізге берер пайдасы жоқ, сондықтан 123 миллион 456 мың 789 болады. Егер осы жерде 0-ді, яғни ең жоғары классқа, яғни ең жоғарғы разрядқа шығарпау керек болса, бұл жерде 1-ден кейін жазуға болады. Яғни 1, содан кейін 0, сосын 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни екінші нұсқасы. Бұл жерде де оқылу реті бұлай болады. Мынау бірліктер, мыңдықтар, миллион, миллиард. 1 миллиард 23 миллион 456 мың 789 деген сан шығады. Келесі, ондық санау жүйесінде кез келген натурал санды жазу үшін әртүрлі неше цифр жеткілікті. Яғни ондық санау жүйесінде. Ол үшін біз 10 дана цифр пайдалануымыз керек әртүрлі. Себебі 9 цифр бар, өзі 1-ден 9-ға дейін натурал сан бар, соны пайдаланамыз, және 0-ді. 1-ден 9-ға дейін және 0 бар. Ондық санау жүйесінде жазылған натурал санның ең жоғарғы разряды қандай цифрлармен жазылуы мүмкін? Яғни ең жоғарғы разряды қандай цифрлармен жазылуы мүмкін? Ең жоғарғы разряды 1-ден бастап 9-ға дейін барлығы жазылады. Яғни ондық санау жүйесінде 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 деген сияқты 9 цифрмен жазылуы мүмкін. 9 дана. Оның ішінде ең жоғарысы ол 90. Келесі. Кітап 3-ші бетінен бастап 3 цифрмен нөмірленген. Кітаптың барлық беттері 1315 цифрмен нөмірленген. Кітапта неше бет бар? Жаңа пәтерлердің нөмір қойып шыққан сияқты, бұл есепті дәл сондай жолмен есептеп шығарамыз. Ал енді бұл жерде бірінші жаңа есеп сияқты 3 цифрмен нөмірленген, яғни 3 цифрдан басталған кітапты нөмірлеу. Демек 3, 4, 5, 6, 7, 9-ға дейін жалпы 7 цифр қолданылған бір таңбалы. Одан кейін 2 таңбалыдан 10-нан бастап 99-ға дейін 2 таңбалы сан бар, ол 90 дана. Яғни 90 дана ол 90 көбейген 2 болады. Демек 180 данасы бар. Қалған 3 таңбалы сан. Демек 7-ге қосамыз 180-ді. Сонда 187 шығады. 1315 цифр қолданылған жалпы, сол 1315-тен азайтамыз 187-ні. Сол кезде 1128 шығады. 1128 дана цифр, яғни 3 таңбалы сан үшін қолданылған. Демек 1128-ді 3-ке бөлеміз, сонда 376 дана, яғни 376 бет 3 таңбалы санмен нөмірлеп шыққан. 376 бет
3 таңбалы, 90 бет 2 таңбалы, 7 бет 1 таңбалы санмен нөмірлеп шыққан. Мына 2-ні не үшін қостым бұл жерде? 2 дегеніміз, яғни 3-ші беттен басталды деп тұр ғой. 1-ші және 2-ші бет нөмірленген емес, бірақ кітаптың бетіне жатады ол. Сондықтан 1-ші және 2-ші бетте де 2 бет деп мен қосып қойдым мына жерге. Демек, 376-ға 90-ды және оған 7 қосылған 2-ні қосам. Жалпы шығады бұл жерде жауабы 475. Келесі тапсырма. Банкадағы су бірдей 4 бөтелкедегі суға тең. Мынау банка деп қарастырайық. 4 дана бөтелкемен тең. 1, 2, 3, 4-ге бірдей деп тұр. Мына жерден ұқсамауы мүмкін. Бірдей 4 бөтелкедегі суға тең. Бір бөтелкедегі су банкадағы судан 9 кесе кем. Банкадан неше кесе су бар? Бір бөтелкедегі су банкадағы судан 9 кесе суға кем екен. Енді бір бөтелкеде қанша су бар және банкада неше кесе су бар, соны анықтауымыз керек. Демек, өзінде айтылып тұрған шартына сәйкес біз теңдеу құрастырып аламыз. Ол теңдеуді қалай құрастырамыз? Яғни бір бөтелкедегі су банкадағы судан 9 кесе кем. Яғни 4 бөтелкеміз бір банкаға тең болып тұр. 4 бөтелкеміз. Енді бір бөтелкедегі су банкадағы судан. Бір бөтелке және қосылған, мына бір бөтелкені x деп алайын, мына бөтелке қосылған 9 кесе. Сол кезде шығады бір банка. Яғни бір банканы мен b деп белгілеп алайын. Я болмаса тағы не деп алсақ болады? Бір банканы y деп тағы бір айнымалы енгізуге болады. Ол түсінікті болу үшін мен банка деп қоя салайын сендерге, оңайырақ болу үшін. Демек, бір бөтелкеміз x болса, оған 9 кесе су құйылады. Тағы қосымша 9 кесе су құйылған кезде бір банка толады екен. Демек, x жалғыз өзі бір дана, енді қабатында қанша 9 шығатындай қанша дана бөтелке бар? Яғни бір бөтелке, мынау бөтелке мен мынау бөтелке жойылып кетсе, енді 3 бөтелке қалады мына жерде. Дұрыс па? Осы 3 бөтелке қанша кесе шығады екен? 9 кесе шығады екен. Демек, 4-еуі де бірдей еді. Мына жерде 3-еуі де бірдей. 3 бөтелкеде. Яғни жалпы бөтелкелердің көлемі барлығында бірдей. Демек, 9-ды 3-ке бөлеміз. 9 бөлінген 3-тен қанша шығады? 3. Демек, бір бөтелке 3 кесе суға тең екен. Бір бөтелкеміз. Мынада 3 бар, мынада 3 бар, мынауда 3 бар, мынауда 3 бар. Яғни жалпы 4 дана 3 бар деген сөз. Демек, 4 көбейген 3 тең қанша болады? 12. Жалпы 12 кесе су бар екен. Мына 4 бөтелкеде. Бұл 4 бөтелке мына бір банкамен тең болып тұр. Бір банкада жалпы 12 кесе су бар екен. Түсінікті ғой. Ал келесі ақпараттық көздерді пайдаланып сұрақтарға жауап беріңдер. Яғни мына сұрақтардың жауабын ақпараттық көздерді, кітапты, интернетті пайдалану арқылы мына кестені толтыруға болады. Бүгінгі сабақ осымен тәмам. Сау болыңыздар.